Саламатсыздар ма, менің YouTube көрермендерім. Бүгін 21-і, бүгін ай ғаламшары транзитті түрде егіздерде. Бұл дегеніміз тек егізге қатысты деген сөз емес, егіздерге бұл барлық адамдарға қатысты. Бірақ егіздер секілдіміз барлығымыз. Контакты, достар, адамдармен қарым-қатынас және Юпитер мен айдың керемет аспектісі бар. Бұл армандар, бір қиялдар, алдымызға бір жоспарлар, көңіліміздің көтеріңкі болуы, достарымызбенен қарым-қатынас, көп әңгімелесу, тіпті дастархан басында кездесу, клиенттерменен жұмыс, оқу білімге ден қою, осындай керемет күн. Және ертең 22-сі шаяндар белгісінде болады айымыз. Бұл кезеңде бір көпшілікке қарай ұмтылмаймыз, жанымызға ең жақын адамдармен араласу, тіпті бір жанұямызбен, балаларымызбен уақыт өткізгенді қалаймыз. Әрі осы күні Плутон трансформация ғаламшары ең мықты, Плутонның біздің әрқайсымыздың эго күнімізге қарсы аспектісі бар. Бұл бізге не дейді? Плутон бұл өл, өзіңді сақта, күрес, қарсылығыңды көрсет, табанды жігерлі бол дейтін ғаламшар негізі. Әрқайсымыздың эгомыз күнімізбен қарсылық, бұл дегеніміз бір табанды жігерлі бір істерді жасауға үлкен энергия күш кетеді. Әрі қазір ай кем үстінде, бұл кезеңде жаңа істер бастамауымыз керек. Қорытындылау, аяқтау, осы күнге дейінгі басталған істерді. Немесе бұрынғы бір ойымызда жүрген. Бірақ жаңа істер бастауға болмайды. Ай кем үстінде, сондықтан да бір босау, бір шешімдер келу. Үнем жаңа бір күнде болмаған, біздің қанша энергиямызды, күшімізді алған, бір махаббат қарым-қатынастарымызда, сыздауық секілді, әбден бір ішіндегісі шығуға уже жеткен, және бір коллективтерде жұмыстардан шығып кетуіміз мүмкін, бір кәсіптерімізді жабуымыз, бір қайтарылмай жүрген қарыздарымыз үшін барымызды салып, жаңағы хабарласып, звондасып, тіпті келіспей қалушылыққа да баруымыз. Бұл әрқайсымыздың астрологиялық натальдық картамызда осы Плутон мен күніміздің орналасуына қарай, себебі әрқайсымызға әртүрлі. Бұл жерде енді жалпы мағынасы осы. Өте бір үлкен күш бөлінетін болады, трансформациялық стресстер келетін болады деген сөз. Және күшімізді алып келатқан, миымызды бір орнына әрқашан жүйкемізді тоздырып келатқан қарым-қатынастар болса, бір үйімізді тастайтын, әбден бір қолданыстан шыққан, тастап орнына жаңа заттар алатын, әйтеуір бір трансформациялық осындай бір оқиға болу керек. Кәсіптерімізді жабуымыз, жұмыстардан шығуымыз, бір махаббаттарда нүктелер қоюымыз, бірден табан астына жаңағы бір-біріне ұласып кететін, бір-бірімізді түсініспеушілік, қарсылықтар көрсетуіміз, айтып тастауымыз, ұнамайтын бір әбден бір туған туысқанымыздың арасында болуы мүмкін, коллективімізде, көршіміздің арасында болуы мүмкін. Осындай бір аспекті стресстік. Осыны көрсетеді. Бұл осы 22-сіне және 23-не де тұрады. Әрі бұл айдың, келесі айдың ноябрь айында 3-нен басталады, тағы да нақты нүктесі бар. 3-нде болады және декабрь айында қайта айналып келеді. 2025-тің январында қайта айналып келеді және 2025-тің апрелінің соңында. Енді соңғы нүктелер 2025-тің май айында болады. Осы кезеңде егерде байқаңыздар, өздеріңіздің үстеріңізді бір қарап тұрғандай, неге ілініп кеттіңіздер, қандай бір оқиғаларға тап болдыңыздар, бір кішкене ненің ұшы басталды, бір түсініспеушілік, немесе бір сөзбенен бір-бірімізге қарсылық, бір қытығымызға келу, бір-біріміздің бір сөзбен шалу, көзбен шалу деген секілді. Міне сол, егер осы жерде күшіңізді көрсетсеңіздер бір-біріңізбен, онда осы ұзаққа созылатын болады. Сондықтан да бір енді басталып келетқанда соны сөндіруге тырысыңыздар. Сол жерде, себебі бір басталған соң оны басу қиын. Бұл бірақ үлкен өзімізді жанымызды жегідей жеген қарым-қатынастардан шығуға, бір үлкен бір ауру сырқауларымызбенен, емделулермен бір үлкен бір операциялар жүргізуге, бір стресс арқылы үлкен кредиттерге қол жеткізуге керемет уақыт. Және саясатта да, қоғамда да осындай бір оқиғалар болады. Бір президенттер, өзге мемлекеттерде бір соғыстарға қатысты оқиғалар, осындай үлкен бір жаңалықтарды еститін боламыз. Себебі 3 ноябрь келесі айда нақты нүктесі болады. Осы кезеңде нағыз бір осындай үлкен бір жаңалықтардың кезеңі, жеке өмірімізде де және саясатта да. Өзге елдерде де бір үлкен жаңа бір маңызды қадамдар жасаған естиміз, бір маңызды бір оқиғалар болады әлемде, тіпті катаклизмдер болуы мүмкін табиғатта, және жаңғыш заттар, кескіш заттар, бір-бірімізге күш көрсетулер,
қоғамда да көбеюі мүмкін, әрі адамдар көп жиналған орталардан абайлап жүріңіздер. Тұңғиық сулардан 23-24-нен бастап ай ғаламшары енді Арыстанға өтетін болады. Жанымыз енді біздің мерекені, ойын сауықты, романтиканы қалаймыз, өмірден бір ләззат алғанды, кайф алғанды қалаймыз. Бұл дегеніміз не? Бұл дәл осы аралықтарда 2,5 күн бойы ай Арыстанда тұрады. Осы кезеңде бұл 4-ші күні, 5-ші күні және 6-шы күндері бір ойын сауыққа барамыз, кинофильмдер, спектакльдер көруге баруымыз мүмкін, немесе бір той томалаққа барамыз, көңіл көтеретін бір дискотекалар, немесе бір кездесулерге, махаббат кездесулеріне барамыз. Әрі бір қымбат заттар сатып алып өзімізді еркелететін боламыз. Бір әдемі бір заттармен өзімізді жаңа әсемдік салондарына баруымыз мүмкін. Немесе ер азаматтар болсақ, өзімізге бір әдемі сағаттар, бір көліктер сатып аламыз, бір әшекейлер, әйтеуір осындай бір өзімізді еркелететін кезеңіміз болады. Және әсіресе бұл аспектілердің көбісі кешке таман және түн кезеңде болады. Сондықтан да бір ойын сауықтар, той томалақтар, әрі уран ғаламшарының да аспектісі бар. Мына 25-інде бұл табан астынан жаңағы тез қимылдау. Тез қимылдап, бір ойын сауыққа барып, кешке таман қайтып келіп, тағы бір жаңағы бір той томалаққа кетуіміз мүмкін, өте асығыс, әйтеуір осындай бір шапшаңдықты және табан астынан келетін бір жаңалықтар еститін боламыз, қоғамда да және жеке өмірімізде де. Әрі бұл уран ғаламшарының аспектісі айменен, бұл дегеніміз не? Бұл өмірімізге бір жаңалық енгізу деп ойлаймыз, бір инсайт идеялар келетін болады, бір басқа бағыттарға бір өзімізді өмірде бір талантымызбен бөлісу, немесе бір емделу істері, басқа бір емдік жолдарды қарастыруымыз мүмкін, жасы үлкен адамдар болсақ. Әйтеуір өмірімізге бір жаңа, әлі өзімізге таныс емес бір бағыт немесе идеялармен өмірімізді қамтығымыз келеді. Сондай бір жаңа адамдармен де кездесуіміз мүмкін. Және тіпті осы түнде болады осы аспекті, тіпті бір достарымызбен, бір коллективімізбен, группаластарымызбен бір көп адамдар болып жиналуымыз мүмкін, бір жақтарға тіпті кетіп қалуымыз мүмкін, көңіл көтеретін. Әйтеуір осындай бір аспекті бар. Дастархан басында жиналатын боламыз. Сенбі жексенбі күндері ай ғаламшары бикештерге өтеді. Енді бұл тағы да бикешке қатысты деген сөз емес. Барлығымыз бикештер секілді боламыз. 2,5 күн үйімізді ретке келтіру, қыдырдық, демалдық, стресстерге түстік. Бұл аптада енді бір шаршағандай боламыз. Тіпті бір қатты ұйқымыз келгендей де болады. Тіпті бір үйіміздің бәрін ретке келтіру, жинайтын жинау, тастайтын тастау, ақша, қаржылық мәселелерді ойлау, осындай аспект бар. Және жағымсыз ай менен Марстың күш қайраты, агрессия ғаламшарының қарсылығы да бар. Бұл жаңағы үй ішімізді ананы істеңдер, мынаны істеңдер деп қууымыз мүмкін, немесе ал енді жеке бір кәсіптермен айналысатын адамдар болсақ, жаңағы қол астымыздағы адамдар, немесе қасымыздағы адамдар мына жерді жаңағы сырлайық, әктейік, тазалайық, ар жүгіріңдер, бер жүгіріңдер деген секілді осындай бір сыни тіпті көзқарастарымызды көрсетіп, тіпті бір-бірімізге түсініспейтін осындайда ұласып кетуі мүмкін, осыдан сақтаңыздар. Немесе қасымыздағы күйеу әйеліміз, жасөспірім балаларымызға, туған туысқандарымызға да бір сын көзқарасымызды көрсетіп, тіпті бұл жаңа тұтанып, месаркөге түскендей үлкен бір түсініспеушіліктерге де алып келуі мүмкін. Бұдан да сақ болыңыздар. Біреулердің жаңағы қаламаған жасатқымыз келіп, осыдан сақ болыңыздар. Және осындай бір өте стресске толы, көп бір үлкен ақшалар үшін, үлкен бір қағаз істер үшін жүгіріс, сата алмай жүрген заттарымызды сатуға күшімізді салу, қайтара алмай жүрген қарыздарымызды алуға күш салу. Және тура осы жексенбі күні Сатурн шектеу ғаламшарының біздің айымыз өте нәзік, ай біздің сезімімізге жауап береді астрологияда. Әр қайсымызға дың сезімімізге ай Сатурнның қарама қайшылығы бар. Бұл дегеніміз бір шектеу. Болды, әбден ақшаны жараттық, енді ақша қалмады деген секілді да, бұл ақшамызды санаймыз. Немесе ақша жетіспеушілігі болып, тіпті үйімізде келіспей қалушылықтар да болуы мүмкін. Балаларымызбен, күйеу әйелімізбен, қыз жігіт, жұмыста, кәсіпте, тіпті өзімізді бір жалғыз сезінуіміз де мүмкін. Жаңағыдай бір келіспей қалушылықтар болып, тіпті екі жаққа кетіп қалуымыз да мүмкін. Махаббат қарым-қатынастарымызда, қыз жігіт, немесе коллективімізде, достарымызбен қарым-қатынасымызда, туыс ата-анамызбен қарым-қатынаста, немесе бір басымыз ауырғандай болып, бір денсаулығымыз сыр беруі мүмкін. Қатты бір шаршағандықтан, немесе бір жол жүріп, той томалаққа барып, үлкен бір күш стресстер, ақша табумен айналысып, енді бір шаршағандай болып ұйқымыз келуде, әйтеуір бір осындай аспектін көрсетеді. Бұл бір
шектеу, жанымыз тіпті бір жалғызсырағандай, бір тұйық халге түсеміз. Осындай апта болғалы тұр. Өте бір қызықты апта. Әсіресе енді осы мына аспекті кімдерге көбірек әсер ететінін айтып өтейін. Плутон негізі Саршаян белгісінің желеу-жебеуші ғаламшары. Және бұл жерде Марс та еніп тұр. Марс бұл тоқтылар. Саршаян тоқтылар, және Шаян белгісінде ай тұратын болады бұл аптада. Және Арыстан белгісінде ай тұратын болады. Егіздер белгісінде, бикештер белгісінде ай тұратын болады. Міне айтып отқанын түсініп отқан шығарсыздар. Міне осы адамдарға әсер ететін болады, нақтырақ. Және әсіресе тауешкі белгісінің соңғы градусында, соңғы тауешкілер, соңғы бір 5 күндікте туылған тауешкілер менен соңғы 5 күндікте туылған таразылар. Және алғашқы 5 күндікте туылған Саршаяндар менен ең алғашқы 5 күндікте туылған мына Суқойғыштар. Себебі тура сіздердің күндеріңіздің үстінде осы Плутон ғаламшары нақты нүктесі бұл әсер ететін болады. Бұл өзге адамдарға да әсері зор, бірақ бұл тура осы сіздердің туылған күндеріңіздің үстінде болады. Сондықтан бір оқиғалар келеді. Комментарийдің астына жазыңыздар, кімде қандай оқиғалар болды. Стресске түсетін, немесе бір әбден тозығы жеткен қарым-қатынастарыңызды қарастырып, қарсылығыңызды көрсететін, және керемет бір қыдырып, демалып, ойын-сауықтарға барып, кездесулер, махаббат кездесуіне, таныстықтарға барып, немесе әдемі бір заттар сатып алып, романтикалық күйді кешкен адамдар, немесе ақша жетіспеушілігі не ұшырап, Сатурнның шектеуіне ұшыраған адамдар, немесе үлкен хирургиялық операциялардан өткен Плутонның, осындай адамдар комментарийдің астына жазып өтіңіздер, кімде қандай оқиғалар болды. Әрі нақтырақ осы Плутон ғаламшары себебі келесі айда бүкіл ноябрь айы өте бір маңызды Марстың ғаламшарыменен теке тірес басталады. Осы нақты кімдерге әсер етеді, оның барлығын анықтау үшін жеке консультация керек, жеке астрологиялық карталарыңызды ашып, сол жерде Марс қай жерде тұр, Плутоныңыз қай жерде тұр, екеуінің қарама қайшылығы қай жерде, соны анықтауымыз керек. Өте себебі бұл маңызды. Келесі жылдың 2025-тің май айына дейін созылады. Осы жерде бір ініске ілініп кететін болсаңыздар. Себебі бұл әр қайсымыздың астрологиялық натальды туылған картамызда осы Плутон, Марс бар, барлығымызда. Бірақ әр қайсымыздың әртүрлі саламызда. Сондықтан да бір-бірімізге ұқсамаймыз. Әртүрлі саламызда болады. Біреуіміздің денсаулығымызға қатысты болады, біреуіміздің махаббатымызға, біреуіміздің ақша қаржымызға, біреуіміздің статусымыз, карьерамызға. Ал енді бір адамдардың балалар тақырыбына қатысты оқиғалар келетін болады. Сәтті, өте қызықты апталарыңыз болсын. Сау болыңыздар.